Зейнетке шығу үшін қандай құжаттар керек? Осы тақырыпта айтып өтемін, соңына дейін қараңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Қазақстан әйелдері 61 жаста, ерлер 63 жаста зейнетке шығады. Жасы бойынша зейнетақы төлемдерін рәсімдеуге өтінішті халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы немесе электрондық үкімет порталы арқылы беруге болады. Халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінген кезде келесі құжаттарды ұсыну қажет. Жеке куәлік, неке туралы куәлік, тегін ауыстырған жағдайда. 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін әзірленген өтініш берушінің еңбек өтілін растайтын құжаттар, еңбек кітапшасы, мұрағат мекемелерінің анықтамалары, банк шоты туралы мәліметтер, фото 3-4 зейнетақы куәлігі үшін. Сонымен қатар болған жағдайда келесі құжаттар ұсынылады. Білім туралы құжат, әскери билет немесе қорғаныс істер жөніндегі басқарманың бөлімнің анықтамасы, балалардың туу туралы куәліктері әйелдер үшін. Талаптарына сәйкес басқа құжаттар. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.